Сәлем достар, бүгін сіздермен сникерс тортының оригинал рецептісімен бөлісетін боламын. Әр апта сайын менің каналымда жаңа рецепттер шығады, сол үшін каналға тіркеліп алыңыз. Бисквитті жасауға бізге 5 дана жұмыртқа және 120 грамм құмшекерді салып, миксермен 4-5 минут араластыру қажет болады. Сөйтіп үстіне 70 грамм сүт, 35 грамм өсімдік майын құйып, тағы да араластырамыз. 130 грамм ұнның үстіне 30 грамм какаоны және 1,5 шай қасық разрыхлительді салып, араластырып, жаңағы жасаған смесіміздің үстіне илеуіштен өткізіп, салып, жақсылап тұрып миксермен араластыру қажет болады. Формамызға құйып, 180 градуста 45 минут пісіреміз. Дайын болған бисквитті суытып аламыз, сонда кесуге оңай болады. Бисквиттің ең беткі, яғни қисық жерлерін алып тастаймыз, сөйтіп 3 бөлікке бөлеміз. Карамельді дайындау үшін баяу оттың үстіне табамызды қойып, үстіне 220 грамм құмшекерімізді саламыз. Сөйтіп ери бастаған кезде қасықпен қозғап тұрып, үстіне 100 грамм сары майымызды ерігенше араластырып тұру қажет. «160 грамм сливкиді құйып 3-4 минут баяу отта араластыру қажет. Дайын болған карамельді бөлме температурасында суытамыз, ол сонда қоюлана түседі. Сөйтіп үстіне 150 грамм қуырылған жержаңғақты саламыз. Кремін дайындауға 300 грамм сливки, 30 грамм сахарная пудра және 200 грамм сливочный сырды салып, миксермен қою болғанша араластыру қажет. Болашақта сіздерге сливочный сырды үй жағдайында қалай жасауға болатын туралы рецептпен бөлісетін боламын. Ал енді тортымызды жинауға кіріссек, бисквиттің бетіне крем жағып, оның бетіне карамель жағып, қайттан жаңағы бисквитті қоямыз. Яғни осылайынан рет-ретімен жасап шығамыз. Торты жинап болғаннан кейін холодильникке 5-6 сағатқа немесе бір күнге қоямыз, сонда кремі жақсы сіңетін болады. Глазурь дайындаймыз, ол үшін қайнап тұрған судың үстіне кішігірім ыдысты қойып, ішіне шоколадымызды салып ерітіп аламыз. Сөйтіп 30 грамм өсімдік майын құйып, жақсылап араластырамыз. Еріген шоколадтың үстіне 50 грамм қуырылған жержаңғақ саламыз. Торт холодильникте бір күн тұрды, оны алып, бетін әрлеп шығамыз, яғни бетіне жаңағы дайын болған глазурьді жақсылап әдемілеп жағып шығу қажет. Тортымыз дайын болды, өте жұмсақ, кәдімгідей сникерстің дәміне ұқсайтын керемет торт болып шықты. Достар, келесі видео табада пісетін сливкисіз жасалатын оңай торттың рецебті болады. Оны өткізіп алмас үшін менің каналыма тіркеліп алыңыздар.